қауым, микробиология кафедрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы туберкулез қоздырғышы. Туберкулез қоздырғышын 1882 жылы 24 наурызда ең алғаш рет Роберт Кох енгізген болатын. Содан бері осы туберкулез қоздырғышын біз Кох таяқшасы да деп атаймыз. Туберкулез дегеніміз ол ішкі ағзалар мен тіндерді спецификалық зақымдайтын, созылмалы ағымда өтетін инфекциялық ауру. Туберкулез ағзада кез келген адам ағзасының кез келген мүшесін зақымдай алатын инфекцияға жатады. Бұлардың тұқымдастығы микобактериация тұқымдастығына жатады. Туыстастығы микобактериум, түрлері біздің Қазақстанда жиі кездесетін түрлері микобактериум туберкулезис, бовис және авиум түрлері жиі кездеседі. Морфологиясы мен теңтариалдық қасиетіне келетін болсақ, туберкулез қоздырғышы аздап иілген жіңішке ұзын таяқша болып келеді. Теңтариалдық қасиеті грамм оң. Негізгі бояу әдісі Циль-Нильсон әдісімен боялады. Бұл кезде туберкулез қоздырғышы қызыл түске боялады. Спорасы жоқ, талшығы жоқ, капсула түзбейді. Бұлардың морфологиялық ерекшелігі негізгі жасуша қабырғасына байланысты. Туберкулез қоздырғышының жасуша қабырғасына құрылымына қарайтын болсақ, олардың 60% липидтен тұрады. Қалғаны микол қышқылынан, балауыздан тұрады, фосфаттардан тұрады. Сондықтан бұл туберкулез қоздырғышы дезинфектанттарға, спиртқа, қышқылға қоршаған ортада төзімді болып келеді. Негізгі бояу әдісі Циль-Нильсон әдісімен боялады. Себебі бұлар қышқылға төзімді бактерияларға жатады. Циль-Нильсонмен бояп микроскопта қарағанда осындай көрініс көреміз. Олар жіңішке, аздап иілген қызыл түсті болып көрінеді, ал қалған флора көк түске боялады. Дақылдық қасиетіне келетін болсақ, дақылдық қасиетіне байланысты барлық микобактериялар негізгі 3 топқа бөлінеді. Баяу өсетін, жылдам өсетін және мүлдем қоректік ортада өспейтін микобактериялар болып бөлінеді. Біздің туберкулез қоздырғышымыз баяу өсетін микобактерияларға жатады. Мүлдем өспейтіндерге алапес, яғни лепра қоздырғышын жатқызуымызға болады. Дақылдандыру үшін бізге қандай жағдайлар қажет? Оттегі болуы керек, олар факультативті анаэробтарға жатады. Температура 37-38 градус, pH 7-7,2 болады. Қоректік ортаға бұлар өте талғамды болады. Себебі бұлар өскен уақытта тығыз қоректік ортада 28 күннен 60 күн аралығында колония береді. Сондықтан бұлардың қоректік ортасына глицерин, картоп, өт, жұмыртқаның сарыуызы қосылған қоректік орталарда өседі. Негізі өсу орталары Левенштейн-Йенсен ортасы, Фин орталарында өсіре аламыз. Бұлар тығыз қоректік ортада 28-ден 60 күн аралығында R пішінді, R формадағы сүйел тәрізді колониялар береді. Ал сұйық қоректік ортада 7-10 күннің ішінде сұйық қоректік ортаның бетінде қабыршақтанған үлбір түзеді. Ол қабыршақтанған үлбір біртіндеп пробирканың түбіне қарай шөгеді. Міне Левенштейн ортасындағы өскен колониялар осындай ірі-ірі сүйел тәрізді R формадағы колониялар болып табылады. Ферментативтік қасиетіне келетін болсақ, бұларды бір-бірінен ажырату үшін, микобактериум туберкулезис пен бовисті ажырату үшін біз осы ферментативтік қасиетіне байланысты неоцинді тест және никотинамидазаға сынама қою арқылы бовис пен туберкулезисті бір-бірінен ажыратуымызға болады. Туберкулездің негізгі берілу жолдарына келейік. Бұлар көп жағдайда ауа тамшылы жолмен береді науқас адамнан сау адамға. Ауа шаң арқылы беріледі. Алиментарлы ет, сүт өнімдерінен берілуі мүмкін. Жанасу арқылы беріледі. Кей формалары плацента арқылы өтіп, құрсақтағы балада
анасынан берілуі мүмкін. Негізгі клиникалық белгілеріне келетін болсақ, көп жағдайда туберкулез өкпені зақымдайды. 80% жағдайда өкпе зақымдалады, қалған 20% жағдайда кез келген ағза зақымдалуы мүмкін. Бұл микобактерия туберкулез ауруының жасырын инкубациялық кезеңі 2-3 аптаға дейін созылуы мүмкін. Бұл кезде науқаста ешқандай клиникалық белгі болмайды. Сонан соң продрома немесе мазасыздану кезеңі болады. Бұл кезде қандай белгілер болады? 2-3 аптаға созылған себепсіз жөтел болуы мүмкін науқаста. Тершеңдік байқалады. Тершеңдік болғанда әдетте кешке, түнде адам қатты терлейді. Кешке қарай дене қызуы субфибрильді 37-37-де 5 градусқа дейін ұзақ мерзімге дейін көтерілуі мүмкін. Жөтел кезінде қақырық бөлінеді. Науқаста әлсіздік, салмақтың төмендеуі байқалады. Ентігу, кеуде қуысындағы ауру сезімдері пайда болуы мүмкін. Асқынған түрлерінде науқаста қан қақыруы мүмкін. Туберкулез үрдісі әдетте біріншілік үрдіс болуы мүмкін. Сонан соң генерализацияланған, таралған түріне айналуы мүмкін. Біріншілік кезеңде әдетте біріншілік ошақ көбінесе өкпеде гон ошағы түрінде байқалуы мүмкін. Ол адамға ауа тамшылы жолмен келеді, жоғарғы тыныс алу жолдары арқылы енеді. Трахея арқылы өкпеге бронх арқылы альвеолаларға барып, өкпеде біріншілік ошақ түзілуі мүмкін. Бұл біріншілік ошақ адамның иммундық жағдайына байланысты болады. Сол жерде лангенгарс жасушалары, фагоцитоз, аяқталмаған фагоцитоз үрдісі болады. Иммундық жағдай, статус жақсы болатын болса, сол өкпеде біріншілік ошақ кальцинат пайда болуы мүмкін. Бұл кальцинаттың ішінде тірі микобактериялар бірнеше жылдар бойы сол қатқан кальцинаттың ішінде орналасуы мүмкін. Ал адамның иммундық жағдайы төмендеген уақытта, АИВ инфекциясы фонында, қант диабеті жағдайында адамда осы біріншілік ошағы балқып, ішіндегі микобактериялар басқа барлық ағзаларға таралып, миллиарлы формасы, генерализованный, жалпы бүкіл ағзаға таралған формалары дамуы мүмкін. Міне мына суретте бүйректің зақымдалғанын көруімізге болады туберкулез таяқшасымен. Сүйекте коксид дамыған, ауыз қуысындағы туберкулез ошағын көруімізге болады. Туберкулез инфекциясының зерттеу алгоритмі. Лабораториялық зерттеуіне келетін болсақ, бірінші науқастан зерттеу материалы алынады. Зерттеу материалы туберкулездің ошағы қай жерде орналасты, соған байланысты науқастан зерттеу материалы алынады. Жаңа айтып кеткенде 80%-да өкпе зақымдалса, науқастан қақырық алынады, эксудат алынады, ірің бөлінділер алынуы мүмкін. Егер орталық жүйке жүйесі зақымдалса, ликвор, межлон сұйықтығы алынуы мүмкін. Бүйрек зақымдалса, зәр. Зерттеу материалы орналасқан ошаққа байланысты зерттеу материалы алынады. Бірінші, бактериоскопиялық зерттеу. Бактериоскопиялық зерттеу алынған қақырықтан жағынды жасап, Циль-Нильсон әдісімен бояп, микроскопта көруімізге болады. Бұл жерде егер реакция оң болатын болса, науқаста туберкулез таяқшасы бар болатын болса, жағынды да жіңішке аздап иілген қызыл түсті таяқшаны көруімізге болады. Бірақ біздің қақырықтан туберкулез таяқшасын анықтауымыз өте қиын болады. Сондықтан науқастан 5 күн аралығындағы қақырығын, таңертеңгі қақырығын жинап, біз ол қақырықты байыту әдістерін, гомогенизация және флотация жасап қарауымызға болады. Гомогенизация бұл центрифугадан өткізіп, қақырықтың түбіндегі тұнбасын алып, содан жағынды жасап қарауымызға болады. Циль-Нильсон әдісімен бояп, немесе қақырыққа сілті қосу арқылы оны жылы
баняға, водяной сулы баняға қойып, бетіне шыққан көбіктен жағынды жасап, соны Цельс-Нильсон әдісімен бояу арқылы анықтауымызға болады. Екінші зерттеу әдісі ол бактериологиялық зерттеу әдісі. Бактериологиялық зерттеу әдісінде Левинштейн, Йенсен фин орталарына сеуіп, 28-60 күннің ішінде өскен колониясын зерттеуімізге болады. Сұйық қоректік ортада жаңа айтып кеткендей 5-10 күн аралығында әжімделген қатпарды көруімізге болады. Таза дақыл бөлген уақытта колонияның сипатын жағынды жасап Цельс-Нильсон әдісімен бояуымызға болады. Ферментативтік қасиетін ниацин, никотинамидаза сынамасын қоюымызға болады. Каталаза сынамасын қоюымызға болады. Және сонымен қатар антибиотиктерге сезімталдығын анықтауымызға болады. Жедел әдістерге иммунофлюоресценттік реакцияны жатқызуымызға болады, және Прайс әдісін жатқызуымызға болады. Прайс әдісі дегеніміз ол зат әйнекшесіндегі микродақылды алу. Ол үшін науқастан алынған зерттеу материалынан жағынды жасаймыз зат әйнекшесіне, оны фиксация жасап, 7 тәулікке цитратталған қанға салып қоямыз. Қаннан алып Цельс-Нильсон әдісімен бояған уақытта микобактериялардың сыртындағы корд факторының салдарынан барлығы бір-біріне жинақталып өрілген бұрым сияқты көріністі көруімізге болады. Биосынама жасауымызға болады. Биологиялық сынаманы микобактерия туберкулезиске теңіз шошқалары сезімтал болып келеді. Соларға зерттеу материалын енгізу арқылы мәйітті сойып, олар жағынды жасап, ағзаларынан себінді жасау арқылы анықтауымызға болады. Серологиялық реакциялар. Серологиялық реакциялар комплемент байланыстыру реакциясын қоюымызға болады. Жанама гемоглютинация реакциясын, иммундық ферменттік анализ жасауымызға болады. Сонымен қатар туберкулез кезінде біз тері аллергологиялық сынама, яғни манту сынамасын қою арқылы диагноз қоюымызға болады. Манту сынамасы білектің ортаңғы бөлігіне аллерген туберкулин енгізу арқылы осы сынаманың нәтижесін оқуымызға болады. Қалыпты жағдайда, егер 0-ден 4 мм аралығында болса, ол теріс реакция болады. 4-6 мм аралығындағы реакцияны біз күмәнді деп санаймыз. 6-дан жоғары болған уақытта біз бұл реакцияны оң деп санаймыз. Еміне келетін болсақ, емінің препараттары 2 топқа бөлінеді. Бірінші және екінші топтағы. Бірінші топтағы препараттарға изониазид, этамбутол, стриптомицин, рифампицин сияқты препараттар жатқызылатын болсақ, екінші топтағы препараттарға канамицин, паск препараттарын жатқызуымызға болады. Біздің Қазақстанда бүкіл одақтық денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша осы туберкулезді емдеуге ДОТС терапиясы енгізілген. Профилактикасына келетін болсақ, туберкулезде арнайы спецификалық профилактика жүргізеді. Бұл кезде біз БЦЖ вакцинасын қолданамыз. БЦЖ вакцинасы бұл әлсіретілген тірі вакцинаға жатады. БЦЖ вакцинасы бала туылған уақытта алғашқы 3 күннің ішінде перзентханаға қойылады. Ревакцинациясы 6-7 жаста жасалынады. Ревакцинация жасау алдында біз манту сынамасын қоямыз. Манту сынамасы теріс болған жағдайда ревакцинация жасаймыз. Оң болған жағдайда ары қарай зерттеп, ауру бар, жоғын анықтауымыз керек. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.